Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге бүгін Silver Reed LK150 машинасында мына бірге ілесіп келетін линейканы қалай қолдану керек, сол туралы ақпарат беретін боламын. Бұл линейка орысша калибровочный линейка. 1 сантиметрде қанша ілмек, қанша қатар бар екен анықтауға көмектеседі. Ол үшін Silver Reed LK150 машинасы ол 4-ші класс. 4-ші класс машина мына линейкаға қарап отырсақ, 30 біздер үлгі тоқимыз қазір. Үлгіні 30 ілмек, 40 қатар тоқуымыз керек. Сосын барып 30 ілмек 40 қатар тоққаннан кейін біздер 1 сантиметрде қанша ілмек, қанша қатар бар екен анықтап көретін боламыз. Ол үшін мына 15-те 15, 15, 0, 15 инелерді алға шығардым. Сосын 16-ші ілмекті былай артқа жібердім. Жұмыс жасамайтын положениеге, сосын оған қосымша тағы 4 ілмекті жұмысқа шығардым. Мына жағында да солай. Ортада 30 ілмек алда тұр, 1 ілмек артқа шығарып қойдым, 4 ілмекті тоже рабочий положениеге шығардым. Одан кейін жібімізді, мына жібімізді айналдыра инені іліп шығамыз, айналдыра инеге іліп шығамыз. Тоқитын жібімізді. Мына айналдыра жіпті инеге іліп шықтық. Одан кейін кареткеге ілемізде мына жіпті артқа қарай ауыстырамыз. Енді тоқитын боламыз. Мына бірінші рет инені ілдік, бірінші қатарды тоқып шықтым. Одан кейін мына гузикті ілеміз. Гузикті ілгеннен кейін әрі екінші қатар тоқимын. Осылай кішкене тоқып алғаннан кейін мына шамалы тоқып алдым. Енді мен тоқымамды осы жіппен тоқитын болғандықтан, осы жіптен үлгі тоқитын боламын. Мына жіпті мына жіпке ауыстыратын боламын. Ол үшін мына жібімізді шығарып аламыз да. Мына жібімізді машинаға орналастырамыз. Мына сабақтап алдым машинаға. Мына енді кареткеге саламын. Және плотность мына жіпке сәйкес плотность таңдаймын. Мен бұл жіпке 3-ші плотность таңдаймын. 3-ші плотностьті таңдадым. И мына жіппен тоқи бастаймын. Мына бірінші қатар. Осымен біздер линейкаде көрсетілгендей, біздер счетчикті 0-ге келтіреміз. Бір қатар тоқып шықтым, бірді қоямыз. Бірінші қатар жүрдік. Енді біздер мына линейкаде көрсетіліп тұрғандай 40 қатар тоқып шығуымыз керек. Счетчигіміз 40 болғанша тоқи береміз. 1, 2, Мына біздерде счетчик 35-ке келіп қалды. 35-ші қатарға келдік. Осыны енді 40-қа жеткізгеннен кейін мен жібімді ауыстыратын болам. 40 қатар үшін 36, 37, 38, 39, 40. Енді 40 қатар тоқыдық. Жіпті алып тастап, я болмаса мына жіпке қосымша тағы бір жіп қосып, мына жіпті алып тастағым тұрған жоқ. Мына қысқа жіп бар екен, осы жіпті қосамын да. Осы жіпті қосамын да, бір қатар тоқып шығамын. Қосымша жіп қостым да, бір қатар тоқып шықтым. Бір қатар тоқыдым. Енді түсінікті, что мына жерден 40-ші қатар аяқталған. Мына тоқыдым, шамамен 45 қатар тоқыдым. Енді немізді, үлгімізді машинкадан түсіріп аламыз. Машинкадан түсіріп алдық, мына үлгімізді тоқыған. Осы үлгіде енді мына. Енді біздер мынаны өлшейтін боламыз. Мына 40 қатар. Мына жерде
мына жерден мына жерге дейін 30 ілмек, 40 қатар 30 ілмек образец тоқимыз да. Енді біздер жаңағы сары линейкамен өлшейміз. Оны қалай өлшейміз, қазір көрсетемін. Міне біздің үлгіміз өте жұқа болып кетті негізі. Енді мен жалпы жобасын көрсетіп жатырмын. Міне біздерде S деген бізде ілмектер санын көрсетеді. Бұл ілмекті линейканы шетіне қоямыз. Міне жаңа бір ілмекті тоқымай тастап кеттік қой, соған дейін. Так. Мына шетіне қоямыз да. Мына жерге дейін. Мына жерге дейін бізде. Мына біздің жаңа 40 ілмегіміз осы міне. Мына жерден аяқталады, мына жерден басталады. Соның шетін қоямыз, мына шетін қоямыз да. Аяқталып тұрған жерін қараймыз. Мына жерде 5 сантиметрге бөлінген. 20-да 5. Мына біздер S30-ды өлшедік, 20-да 5 болды. Шамамен 20-да 5 жазып аламыз. S30 20-да 5-ке тең деп. Енді R ол қатар бізде, қатар білдіреді. R мына шетін қоямыз, мына шеттен есептейміз. 40 бізде мына 40-қыншы қатар мына жерде. Мына фиолетовый шып қосылған жерге дейін. Мына жер тегіс болмай қиын болып тұр. Мына R жаңа көрсетейін. Так, R бізде міне R бізде түзу қойылу керек. R бізде міне 28-де 5, 28-де 5-ке тең. R 40 бізде жазып аламыз, 28-де 5-ке тең. Енді осыны линейкамен өлшейтін болсақ, линейканы аламын. Біздің жаңағы 30 ілмегіміз неше сантиметрге тең екен, сызғыш қанша көрсетіп тұрғанын қарайық. Так, мына жерден. Мен тоқымам дейтін өте бос болып тұр. Ыңғайсыздау болып. Так, R 15 сантиметрге тең. Так, 30 петлямыз 15 сантиметрге тең. Ілмекпен, линейкамен өлшегенде, обычный линейкамен. Ал енді 40 қатарымыз біздің өлшеп көрейік. Міне 13-де 5. Мына жерде көрінбейді, линейка осындай болып тұр. Бірақ міне 13-де 5 болып тұр. 40 қатарымыз 13-де 5 сантиметрге тең дейді. 1 сантиметрде неше, мына бойынша есептейтін болсақ, обычный линейкамен есептегеніміз бойынша есептейтін болсақ, 1 сантиметрде 30-ды 15-ке бөлеміз. 30-ды бөлеміз, 30 ілмекті бөлеміз 15 сантиметрге. 2 петля, немесе 2 ілмек. 1 сантиметрде 2 ілмек деп тұр. Біздің обычный линейка бойынша есептегенімізде 40-ды 13-ке бөлеміз. 40 қатарды бөлеміз 13-де 5-ке тең болады. Бізде 2-де 9 қатар. 2-де 9 қатар шығып тұр. Енді мынау біздің обычный линейкамен есептегеніміз. Ал енді мынау калибровочный линейка дейді. Мына сары линейкамен өлшегендегі өлшемге қарайтын болсақ, мынадан шыққан өлшемді, мына өлшемді 10-ға бөлеміз. Мына жерден ығыстырсақ, 1 сантиметр, мына бойынша 1 сантиметрде бізде 2 ілмек, 2-де 8 қатар бар дейді. Енді қараңыз, 2 ілмек, 2-де 9 қатар дейді. 2-де 8 қатар дейді. Енді шамамен осы калибровочный линейкамен өлшеген өлшем негізі дұрыс келеді. Мына осылай өлшеп образецті расчет жасап алсаңыздар болады. Мына өлшедік қой линейкамен, мына сары линейкамен өлшеген өлшемді 10-ға бөлетін болсақ, 1 санға ауыстыратын болсақ, 1 сантиметрде қанша қатар, қанша ілмек бар екенін көруге болады. 2 ілмек, 2-де 8 қатар бар. Мына жалпы линейкамен осылай өлшейді. Мына калибровочный линейкамен осылай жұмыс жасаймыз. Осымен өлшегенде 1 сантиметрде қанша ілмек, қанша қатар бар екенін білуге болады. Чем анандай простой линейкамен өлшеп, оны бөліп отырғанша. Мынамен өлшеймізде бір неге алға жылжытамыз. Егер де менің ақпаратым сіздерге пайдалы болатын болса, лайк басып, мені қолдап жіберіңіздер. Жалпы мына 1 сантиметрде 2 ілмек, 2-де 8 қатар. Плотность жазуға ұмытып кетпеңіздер. Плотность бізде жаңа 3 болды. 3-ші плотностьта тоқылған образец осынша 1 сантиметрде осындай
ілмекпен қатар бар деп өздеріңізге белгілеп алсаңыздар болады. Плотностьты ұмытпаймыз, нешемен тоқығанымызды. Назарларыңызға рахмет. Қолдап лайк басып қойыңыздар.